Каспий магазины арқылы да өз өнімдерін сатады. Сиырға бұл жерде 3 түрлі түрі бар. Біріншісі толықтай пластик. Одан кейін мынаны желіне апарып қойып тұрып, мынадан былай қысқан кезде өзі алма болсын, сәбіз, стекла деген сияқты кез келген нәрсе. Мынау сауын аппараты жөндеуге келген, ремонттауға арналған, сиырларға арналған, жылқыға арналған, ешкіге, түйеге де арналған. 9 сиырды сауға қуаты жетеді. Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қадырбайұлы. Бүгін біз Қарағанды қаласындағы Газомета сауда орталығы жанындағы ашық базардамыз. Бұл жерде біз агростимул деп аталатын, мынандай ауыл шаруашылығына қажетті, ауыл шаруашылығын ғылыми түрде дамытуға қажетті өнімдер сатылатын осындай бір дүңгіршекке келдік. Бұл жер дүңгіршек емес, шынын айтқанда бұл қойма. Өйткені мінекей мына жақта үлкен коробкаларды көріп отырсыздар. Қорапшалар мұның бәрі қоймадағы. Мынау ашылған дары. Ал енді бұның жерде не бар екендігін бір шолып бағалармен танысып кетейік. Өйткені ауыл шаруашылығын ғылыми түрде дамытуға қажетті нәрселер бар болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып қалдырып отырыңыздар. Ал қандай продукт сізге, қандай өнім сізге жақсы ұнаған болса, сол туралы көбіректе білгіңіз келетін болса, онда жазыңыз. Біз міндетті түрде соған шағын обзор түсіретін боламыз сіздердің сұрауларыңызға байланысты. Агростимул дейтін ол фирма жалпы мынау Қазақстанда 15 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Бірақ ең қызығы, Қазақстан бойынша әлі бірде-бір дүкені, бірде-бір ашық орталығы жоқ. Тек осы бір қоймасынан басқа қойма бар, офис бар, басқа не жоқ. Яғни артық шығынсыз жұмыс жасайды. Бұрындары Каспий пайда болғанға дейін, Каспийге дейін олар өздерінің сайттары арқылы, өздерінің OLX арқылы және басқа да желілер арқылы сатқан өнімдерін, ал қазір Каспиймен арқылы, Каспий магазины арқылы да өз өнімдерін сатады, бүкіл Қазақстан бойынша жеткізіп береді. Сонымен бұл видеода тағы да не бар екенін қарап шығайық. Естеріңізде болса, былтыр біз ешкілерге жылы қораға мынандай сауын нелерін орнатқанбыз. Бұл жерде кешіресіздер, сауын деп қоям, суару аппараттары, яғни автоматты суару аппараттары. Бірақ бұлар ешкіге емес. Ішіндегі несін алып тастап, мен оны ешкіге өзім бөлек жасаған, бірақ ондай кеңес бере алмаймын. Бірақ оның ешкіге, қойларға да бар, оларда, бірақ қазір әлі скаттан ашылған жоқ. Мынау тек сиырға. Бұл жерде 3 түрлі түрі бар. Біріншісі толықтай пластик, екіншісі темір мен пластик, мына жер пластик, ал үшіншісі темір. Мынау тұмсық басатын жер міне басылады. Бұл да темір. Мынау толықтай темір. Келесі бұзауларға арналған сүт ішетін шелек. Мынау бір бұзауға, мұнда 3, ал үстінде қозылар мен лақтарға. Негізінен енді қозылар көбінесе бізде еме қоймайды, ал лақтарға бұл өте жақсы. Келесі бұл антибрик деп аталады, яғни сиырдың тебуіне жол бермейтін құрылғы. Яғни сиырдың артқы аяғының шатынан үстінен байлап қоясыздар. Содан кейін бұл сиыр аяғын қозғалтпайтын болады. Келесі мынау
нелердің бұқа бордақылаған кезде сыйлар жатқан жерлердің үстін тазалайтын, яғни құрылғы. Ал мынау бұл енді ерекше. Мынау дезинфекцияға, желін дезинфекциялайтын құрылғы, яғни ішіне жидкость құйылғаннан кейін мынаны желіне апарып қойып тұрып, мынадан былай қысқан кезде өзі дезинфекциялап береді. Өте жақсы, өте керемет нәрсе. Келесі, мұнда аппараттар, айтпақшы, бағалары. Мынау шелектер 6000, 4000 теңгелердің шамасында, лақтарға арналған 10 000 теңгеге дейін, ал мұнда 2500, ал жаңағы құрылғы бар болған 900 теңге. Келесі аппараттарды жайлы айта кететін болсақ, мұнда шөп және жем турауға арналған аппараттар, әртүрлі өлшемде, әртүрлі қуаттылықта. Және мынаны ерекше айта кетуге болады. Бұл жерге мына жеріне шөпті, жемді сала беруге болады. Ал мұнда жемшеліктер, алма болсын, сәбіз, стекла деген сияқты кез келген нәрсені капустаға дейін сала берсеңіз болады, турап береді лезде. Ал енді мұнда сауын аппараттары, ол туралы қазір айтатын боламыз. Ал мына жерде айтпақшы, мынау сауын аппараты жөндеуге келген, ремонттауға. Яғни бұл жерде қызметкерлер өздері жөндеп те береді. Және Қазақстан бойынша жаңа кәсіби магазиндегі барлық тауарларға 1 жылдық, не болмаса 6 айлық гарантиясы болады. Мысалға, мынау аппарат жөндеуге келген, бірақ бұған сатылғанына 1 жылдан асып кеткен екен. Бірақ бүгін кешке осы жерде жігіттер бұны жөндеп қайтарып береді. Яғни техникалық қызмет те көрсетіледі. Бұнда сауын аппараттың түрлері 2 сиырға арналған, сиырларға арналған, жылқыға арналған, ешкіге, түйеге де арналған сауын аппараттары бар, түйе сауға арналған. Және ең қызығы, мұнда вакуумды құрылғы дейді, орнатылатын, бір жылжымайтын орнатылатын құрылғылар. Мысалға, оның ең жақсысы мынау шығар деп ойлаймын. 225 000 теңге дейді бағасы. Яғни вакуумдық құрылғы, бұл дайынный зал дейді, сауға арналған залға орнатылады. Және бір мезгілде 9 сиырды сауға қуаты жетеді. Яғни ал қалған құрылғылары, қандай шланга, қандай трубкалары керек, бәрін жігіттер өздері консультация жасайды. Қалай істеу керек, ондай 9 сиырға арналған дайынный залды қалай жасауға болатын, бұл жігіттерде бәрі планда бар. Егер де сиырларға арналған сауын залын жасайтын болсаңыз, алдын ала менде бірінші сауын залының проектісін осы аппаратқа қарай. Мүмкін кішірегін аларсыз, мүмкін үлкендеуін, бірақ қазірше ең эффективный деп өздері айтып жатыр, ең жақсы қолданылатыны осы екен. 9 сиыр сауатын. Ал мұнда әртүрлі, өзіңіздің қалауыңыз бойынша бағалары да әртүрлі. Бағалар міндетті түрде өзіңіз хабарласып сұрап білетін боласыздар, номерларын бәрін қалдыратын боламын. Мысалға, пластик қақпақшамен ол енді басқаша болады. Мынау стекло, ол енді басқаша деген сияқты. Не болмаса, мынандай темір қақпақшасымен болуы мүмкін деген сияқты. Алюминий жаңағы бетоны болуы мүмкін. Яғни қатып қалған бір заңдылық жоқ. Мысалға, басқа жерден сатып алатын кезде бір осал тұсы болып жатады. Ал мұнда өзіңіздің қалауыңызға қарай. Мынанда 2 бетоны бар, алғыңыз келеді, алыңыз. Бірақ мынандай пластик емес, маған алюминий не болмаса темірден керек десеңіз, жігіттер сіздерге қойып береді, орнатып береді. Бірақ міндетті түрде бағасы өзгереді деп өздері айтып жатыр. Яғни сапасына қарай бағасы деген сияқты. Келесі сепараторлар, яғни мұнда 25 000 теңгеден басталады. Және әртүрлі сепараторлар, әртүрлі қуатты, әртүрлі өлшемде. Яғни білмейтін азаматтар үшін айта кетейік, сепаратор деген ол сүттен, қаймақпенен көк сүтін бөліп алатын құрылғы. Яғни жоғары жағынан көк сүт, ал астынан
қаймағы шығады, токпен жұмыс жасайды. Үстіне тек сүтті құйып қоясыз, қаймағын бөлек, сүтін бөлек бөліп шығарып береді. Келесі, мұнда самаурындар және жаңа айттық қой, қолмен не қылған кезде, сиырды сауған кезде, немесе аппаратпен сауған кезде мындай кремдерді қолданған дұрыс болады. Яғни сиырдың не болса ешкінің желініне әрі жұмсартады, әрі сауған кезде жараламайды. Жалпы майлап барып сауған сүтке де зиян тимейді. Немесе басқа кісілер бір басқа да бұған арналмаған майларды қолданып жатады, бірақ ол дұрыс емес. Яғни ол сүтке зиян тиюі мүмкін. Ал мұнда мынандай арнайы аппарат нелерді қолдансаңыз, майларды, яғни сүтке де ешқандай зияны болмайды. Сіздің көрген, осы неде видеода көрген аппараттарыңыздың барлығы дәл қазір Қарағандыда тұр. Мінекей. Егерде әр мынандай қорапшада бір аппарат тұр дегеннің өзінде, бұл жерде қорапшалардың саны өте көп. Яғни алушылардың саны, клиенттердің саны жақсы. 15 жылдан бері жұмыс жасап жатқан фирма. Яғни мен өзім алған аппаратыма да 1,5 жыл болды. Біздікі міне мынандай ғой. Тура осы ғой. Мен ешкі сауатын. Біздің алып жүргеніміз. Мынау екіншісі, мынау темір қақпақшасымен қойған. Бізде темір емес, мынандай пластик. Барлық өнімдерге гарантия бар 1 жылға дейін. Ал одан кейін, 1 жылдан кейін бұзылып қалып жатқан жағдайда жөндеп береді. Егерде әкетсеңіздер, осында мен мынау аппарат мысалы жөндеуге алып келген деген сияқты. Ал қандай да бір запчастары, бір бөлшектері қажет болған жағдайда оны бөлек сатыла береді. Яғни аппарат алдыңыз, шлангасы тесіліп қалды, жыртылып қалды, басқа шланга келіп сатып аласыз. Пульсатор кетті ма, басқа пульсатор деген сияқты. Моторлар маймен және құрғақ моторлар. Ал бұл жердегі аппараттар 220 вольттық токпен жұмыс жасайды. Кәдімгі токпен, барлық токпен. Мына жердегі аппараттар токпен жұмыс жасайды.